Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен назірге осындай сүзбелі бәліштің пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Бұл бәліштің қамыры құм қамыр, яғни песочный тестодан жасалатын болады. Ол үшін керекті заттар: ұн, жұмыртқа, бір кеседей қант, бір шай қасықпен қопсытқыш және 200 грамдай сары май. Сары май үй температурасында болуы керек және жұмсақ болып тұрған жақсы. Алдымен сары майымызды ыдысымызға салып, үстіне қантын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен немесе шанышқымен араластырсаңыз болады. Басты сіздің майыңыз жұмсақ болуы керек. Енді үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да араластыратын боламыз. Бүкіл массамыз дұрыстап біркелкі араласуы керек. Шамамен 1,5 стакан ұнымызға бір шай қасықпен қопсытқышымызды салып араластырамыз және илегіміздің көмегімен массамызға аз-аздан сала отырып, араластырып, қою қамыр шығаруымыз керек. Қамырымызды шанышқының көмегімен осылай басында араластырып отырамыз және қамырымыз қоюланып бастады дегенде шанышқыны алып тастап, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қатты тығыз қамыр болып кетпесін, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Достар, міне менің қамырым дайын. Осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Енді бұны формамызға салатын боламыз. Форманы алдын ала майлап қойған болатынмын сары маймен. Енді тестімізді осылай қолымыздың көмегімен бүкіл формамызға бірдей етіп жайып шығамыз және де жан-жақтарында осылай қолымыздың көмегімен қабырғаларын көтеріп шығамыз. Тестімізді жайып болғаннан кейін жан-жағын шанышқының көмегімен түзеп шығамыз және де біз салмасын жасағанша оны холодильникке алып қоя тұрамыз. Енді бізге керекті заттар: шамамен 250-300 грамдай сүзбе, бір кесе қант, жұмыртқа және қаймақ керек болады. Жұмыртқамызды, қаймағымызды, қантымызды салып біркелкі араластыратын боламыз. Негізі сіздің сүзбеңізге байланысты, егер магазиннің сүзбесі болса, ол езілген және дымқыл болады. Әдетте сүзбе, менде үйдің сүзбесі болғандықтан құрғақ сүзбе және мен бұның үстіне тағы да бір жұмыртқа салатын боламын. Бәрін біркелкі араластырамыз. Миксердің көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластыруға болады. Менің сүзбем қою болып шыққандықтан мен үстіне екінші жұмыртқаны салуды жөн көрдім. Егер сіз магазиннің сүзбесін пайдаланатын болсаңыз, онда бұндай қою құрғақ сүзбе болмайды, сондықтан екінші жұмыртқаның қажеті жоқ. Міне осындай бізде қоймалжы масса шығуы керек, қаймақ секілді. Енді біз формамызға құятын боламыз бетіне. Бәрін біркелкі қасықтың көмегімен жайып шығамыз және де шеттерін дұрыстау керек болса, шанышқының көмегімен дұрыстаймыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болып қалды. Енді 180 градуста 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Мен алдын ала пешімді қосып қойған едім. Міне осындай керемет дәмді бәліш шығады. Шамамен 30-40 минут өткеннен кейін, әбден суығаннан кейін кескеніңіз дұрыс болады.
сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің балаларыма осындай сүзбелі бәліш қатты ұнайды. Бір шайда желініп қалады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған әзірге менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.